talantlı yaşlarga meydan berүү. Bu bir kadar rusça etsek riskovanный adım boldu. Çünkü isimler birisi de tanış түгел. Ama bik talantlı, onların okutuşları şu hatta ziyalı, talantlı kişiler. Mene bu bizning nindidir bir tanışsızlık dünyada көңілсізденібірек келешек ішінде тілдікте, милләттікте бұрышылық берген уақытта әзгіне болса да үміт шатқысы болып, халыққа көрсетесі келеді. Біздің үміт үзіле тұрған түгел, çünkü бик талантлы яшьләр келеді. Олар енді біздің көпіне шәхсләр біздің шығышынан біз білеміз. Енді Тоқайлар заманында да, Мәрҗәниләр заманында да ол тіл бітә деген әйберләр болған, ләкин бітмәгән бит. Шушындый bir ағым булып, талантлы, яхшы яшьләр килеп кергән дә, каядыр җәдитчеләр ниләрне булган бит интервью ниләр. Менә бүгенге көндә дә шундый өметле агым, өметле тотып алып, безнең үткәндәге яхшыны киләчәккә алып барып тоташтыра торган яшьләр кирәк икәнен күрсәтәсе килә иде менә шушы 10 еллык концертында да.